жаңа ip аштық қой, Индира Утешева деген адамға, иә. Мына жерде личный кабинет деген тұрады. Немесе міне мои разрешительные документы дегенді бассаңыз да болады. Болмаса сізге жаңадан кіріп жатсаңыздар бұл сайтқа, иә, бұл кісіде бұрыннан ip бар, бірақ сіз жаңа сайтқа кіріп отырсыз, онда личный кабинетке кіресіздер. Мына жерде история заявлений и полученных услуг деген батырманы басасыздар. Сосын мінекей мына сол жағымызда мои заявления деген раздел бар. Осы жерде уведомления деген разделға барасыздар. Төменге қарай түсіресіздер, сонда қараңыздар. Міне уведомление номері бүгін ашылған ip міне принято в ГО деп тұрады. Қараңыздар, статусы принято в ГО. Енді осы жерде лупаның үстін басасыздар. Мінекей қараңыздар. Скачать уведомление деген батырманы басып, скачать на русском, немесе қазақша болса на казахском деп басасыздар. Келесі скачать талон. Мінекей скачать на русском. Енді қараңыздар, мен сіздерге көрсетейін. Уведомлениесін көрсетейін, ашып и талон. Уведомлениесін қараңыздар, міне в УГД по городу Ақтөбе, міне аты жөні, ip-ның атауы, мынау жаңағы таңдаған қызмет түріміз, міне упрощенный декларациямен аштық ip-ны, упрощенка режиммен, яғни, және екінші бетімне. Ал бұл уведомление в основном көп жерде сұратпайды, бірақ кейде сұрап қалатын жағдайда осыны апарып бересіздер. Мына екіншісі талон ip. Бұл енді сізде ip бар деген, яғни ip-ның бар екенін дәлелдейтін құжат ретінде бұны кез келген жерге пайдалансаңыз болады. Мысалға декретке тапсыратын кезде, пенсияға тапсыратын кезде, мысалға сіз осы талон ip-ны апарасыздар. Құжаттардың ішінде бар. Декретницаларға осы 5 құжаттың ішінде осы талон ip міндетті түрде басты құжаттардың бірі. Және де гинекологтан больничный лист алу үшін де, яғни көк қағаз алу үшін де осы талон ip-ны апарып сіз дәлелдей аласыз, сізде ip бар екен. Бұл да аса қатты қиындығы жоқ. Мінекей.